Жиеннің нағашыларынан алатын жиен құйрық немесе қырық шұбар жайында не білесіз? Жүрек беріп алты алсаным басып кетіңіз. Қазақ салтында жиендер нағашыларынан қалаған затын қалаған уақытында ала берген. Нағашылары да жиенінің қолын қақпаған. Әне сол жиендер алған нәрселерді жиен құйрық деп атаған. Әрі ол нағашыларының жиендеріне беруге тиісті ең басты тартуларының бірі болған. Бұл тартудың жиен құйрық аталып кету себебі ертеде Қайқы деген бидің Смет деген өте ақылды жиені болыпты. Бір жылы ол нағашысына барып, нағашы ата, маған келер жылы төлден 10 қозы беріңіз депті. 10 қозыны бір жолда бірақ бере салуға қимаған би, келер жылы құйрығына түйме бітіп туған қозы қанша болса, соншасын бірақ ал, одан артық аламын деме, қалай келсесің бе депті жиеніне. Жиені күліп, сөзіңізден таймайсыз ба депті. Би бірде бір түймелі қозы тумай қалама деп қауіптеніп, сөзім сөз, тіпті сол түймелі қозылардың үстіне бір қозы қосып берейін депті. Қызық болғанда келесі жылы Қайқы бидің қойлары түгел түймелі құйрық қозы туыпты. Оны көрген ел жұрт таңданып, биеке бұл қалай деп сұраса Қайқы би, ой мұның несін сұрайсыңдар, бұл түгел жиен құйрық деген екен. Содан бастап жиенге берілетін сый жиен құйрық аталып кетіпті. Сол Қайқы биде 20 ешкі бар екен дейді. Тағы бір жылы Смет жиені барып, ата мына 20 ешкіңіздің келер жылы 10-ның төлін маған беріңіз депті. Жоқ жиенжан, жартысын бере алмаймын. Егер мақұл десең келер жылы туылған еркек ылақтар түгел сенікі болсын, қалғаны менікі болсын депті. Қызық болғанда келесі жылы жиені барса, нағашысының 20 ешкісі егізден 40 еркек лақ тауыпты. Сонымен тәлелі Смет 40 серкеш айдап айтыпты. Кейде жиенге 40 серкеш деп айту содан қалған дейді. Тағы бір жолы Смет жиені барып, ата мінетін атым қартайып барады, атқып мінетін 2-де 3 тай беріңіз депті. Келер жылы туылған шыбар құлын түгел сенікі болсын, одан артыққа ауыз ашпа. Бұдан кейінгі жұрт жиенінің сұрағанын 3 рет қана берсін. Бұл бұдан кейінгілерге салт болып қабылдансын депті. Қайқы би жиеннің қайта мал сұрағанына шыдамай. Әнем не дегенше бір жыл өте шапты. Қызық болғанда Қайқы бидің 40 биесі 40 шұбар құлын туыпты. Араға тағы бір жыл салып 40 шұбар тайын алайын деп барса, Қайқы би тайларды түгел тығып тастап, ойбой жиенжан, сенен ұят болды, 40 тайды бір айдың алдында түгел ұра кетті деп бермей, жиеніне ренжімей қайт деп бірнеше бұзау тана айдатып қайтарған екен дейді. Содан бастап жиендердің нағашыларынан қанша мал дүние алса да, менің 40 шұбар тайым бар дейтін бітпес дауы қалған екен дейді. Жүрек беріп қосылып алыңыздар, 6 санын басып таратып қойыңыздар.